Үшемдер 6 айлық кездерінен бір-бірінен ажыратылған. Осы әңгімеден кейін ата-аналары неге олай болғандығын анықтау мақсатында асырау агенттігіне қатысты тергеуді бастайды. Алғашқыда асырау агенттігі басшылығымен кездеседі. Нақты не себепті үшемді ажыратқандарын агенттік айтпайды. Тек үшемдерді бір отбасыға асырау өте қиын екенін алдыға тартады. Нақты жауап ала алмаған соң, қалып қойған зонтикті алуға кірген Боппидің әкесі агенттік басшыларының шампанский ашып, алда туындайтын мәселе салдарынан құтылдық деп тойлап жатқандарына байқамай куәгер болып қалады. Ата-аналары өте қатты ашумен шығып, Нью-Йорктағы беделді адвокаттық бюроларға барады. Бірақ адвокаттық бюролар істі алудан бірінен соң бірі бас тарта береді. Себеп қандай? Агентство қандай өтірікті жасыруда? Біраз уақыт өте келе жасырылған шындықтар ашылып, жағдай шиеленісе түседі. 90-шы жылдардың ортасында журналист Лоуренс Райт ажыратылған үшемдер туралы